Ассалаумағалейкум, қадірменді теле көрермен, араға апта салып өздеріңізбен жүздескенімізге қуаныштымыз. Бүгінгі біздің бағдарламамыздың тақырыбы әлеуметтік желідегі әдеп деп аталады. Бүгінгі біздің студиямыздың қадірлі мейманын таныстырып өтейін. Ислам танушы, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы жанындағы республикалық ақпараттық насихат тобының мүшесі, Балаби қари Құран жаттау орталығының директоры, елімізге белгілі ислам танушы ғалым Арман Қуанышбаев мырза. Ассалаумағалейкум. Қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, шүкір Аллаға. Жалпы Атырау өңіріне бұл алғаш келуіңіз бе, әлде бұған дейін келіп пе едіңіз? Жоқ, өте көп келіп жүрміз. Бәрекелді. Ағайын туысымыз бар. Бәрекелді. Жалпы енді біздің мұнайлы өңірге келудегі басты мақсаттарыңыз қандай еді? Алдымен осыған тоқталып өтсеңіз. Енді осы жолға сапарымыз бұл имамдардың семинары 4 күндік. Осы 4 күндік имамдардың семинарында біз жат ағымдармен жұмыс барысын талқылап өтіп жатырмыз. Бір жағы соның жанында қосымша әлбетте осы жат ағымдардың өздерімен де кездесудеміз. Одан бөлек мешіт жамағаттарымен жеке топтық кездесулер және топтық кездесулер өткізіп, олардың сұрақтарына жауап беріп, сол имандылық отырыстарын отырғызып жатырмыз. Бәрекелді. Енді тақырыбымызға ойсайық, жалпы қазір ақпараттық тасқынның ауыздықтау мүмкін болмай тұрған уақыт екенін өзіңіз де білесіз. Осы орайда жалпы әлеуметтік желіде кез келген адам өзінің аузына келгенін айтып, жазып жіберетін өте уақыт болды ғой, заман болды. Жалпы енді осы тұрғыда мұсылман баласы жалпы бұл әлеуметтік желіде жалпы өзін қалай ұстау керек? Қандай қасиеттерді игеру керек бойына? Енді әлбетте әлеуметтік желі қазіргі кезде адам өмірінің бір үлкен бір орнын алып кеткен сияқты. Тіпті таңертең тұрғаннан ұйқыдан тұра салысымен бет қолын жумай тұрып телефон шұқимыз. Сол ұйқыға көзіміз жұмылғанға дейін кейбір азаматтарымыздың бетіне телефон түсіп барып ұйықтаймыз. Бұл дегені енді мүмкін бір адамға бір қауіпті көрінеді, әйтсе де біздің бар шындығымыз осыған айналып бара жатыр. Және әлеуметтік желілер біздің өміріміздің көп бөлігін алды деген сөз, өмірімізге әсері бар деген сөз. Ол жерде өзіңіз айтпақшы, көп адам өзінің кейде өзім білем деген сөзін жаза салуы, айта салуы оңай деп ойлайды. Өйткені телефонның арғы беті, компьютердің арғы бетіндемін деген небір компьютердің батырлары бар. Әйтсе де пайғамбарымыздың бұл жөнінде қойып кеткен ережесі бар әуел бастан. Ол сөйлейтін болсаң жақсы сөйле, болмаса үндемей тұр деген. Сөз сөйлеудің, жұртқа айтудың бір үлкен орны бар екен. Соны ережесін дұрыс сақтай білгеніміз жақсы. Бұл тек қана қарапайым мұсылман халқына емес, бәлки біздің қазақ халқында да бұл дәстүр бар. Өйткені Қазбек атамыздың әдемі сөзі бар. Әнді сен де айтасың, мен де айтамын, бірақ оның барлығы анша емес. Жаңағы түнде қораз шақырғанменен таң атпайды. Сондықтан елдің арасына сөз сөйлеуде дәл солай сен біреуді әнмен біреу еліктірсе, біреу әнімен зеріктіреді демекші, тіл сенікі болғанмен құлақ өзгенікі деп түбін айтып кеткен екен. Сондықтан тіл менікі, өзім білем деп көп адам құлаққа жақпайтын немесе әдепсіздік танытып жататыны көріп жатамыз. Өте жақсы. Жалпы енді бұл әлеуметтік желіде әр нәрсенің, әрбір ақпараттың анық-қанығын білмей, соған пікір жаза салатын, немесе басқа да бір оймен айта салатын көп көріп жатамыз. Жалпы бұл тұрғысында жалпы дініміз не дейді? Әлбетте, Құран-ы Кәримде көп адамдарға мен осы жерде бір тоқтау айтатын едім. Тек әлеуметтік желілер мағынасында емес, бәлки осы желілерден немесе сол жаңағы телефон арқылы көріп отырған жерлерінен бірнеше түрлі ақпараттар көреді. Сөйтуде осылай рас екен ғой деп соны тарқата жөнеледі кейбір бауырларымыз. Ана жерде мұнай шығыпты, мына жерде от шығыпты, мына жерде жер сілкінді, пәленше деген өйтіпті деп. Ал ол рас уақиға ма, болмады ма білмейді. Құран-ы Кәримде оған да ереже тұр. Алла тағала
сізбен бізге айтады, егер сізге бір күнәһар адам келіп бір хабар айтатын болса, ол хабарды тексермей тұрып, өзгеге жеткізбе, біреуге зияның тимес үшін деп айтады. Күнәһар дегенде енді күнәсі жоқ адам жоқ қазіргі кезде. Қазіргі кезде өзінің барынша қайтсе болады, информациялық диета ұстаймыз ба, не дейді? Сол информация жағынан барынша өзін таза ұстауға әрекет қылып жүрген адамдар өте аз. Ал әлеуметтік желіде тіпті жоқтан қасы десе болады. Сондайларды ести салып, көре салып, кейбір бауырларымыз бірден тарқатуға көшеді. Бұл нәрсеге тыйым салатыным, бұл пайғамбарымыздың тоқтату берген дүниесі. Құран-ы Кәримде оған біреудің күнәсіне қалмай тұрып, ол нәрседен тоқта деген нәрсе бар екен. Сондықтан бұл бірінші орында әдепсіздік болса, екінші шариғатымыз құптамаған іс. Өте жақсы. Жалпы енді мынау статистика бойынша, осы жылдың басында көрсеткіш бойынша әлемде жалпы Facebook, Instagram, жаңа соңғы кезде TikTok деген сияқты қосылды. Осы желілер өте үлкен жаңағы сұранысқа ие және қолданып келеді. Елімізде де сол сияқты осы Instagram, Twitter, YouTube топ 5-тің қатарында тұр екен. Жалпы осының 60%-дан астамын жастар мен жасөспірімдер қолданады екен. Жалпы бұл осы жастардың, жас буынның санасына қалай әсер етеді? Мынау ғылыми түрде айтатын болсақ, адам миының зерттеуімен айналысқан нейробиолог ғалымдарымыз үлкен институттарда бір ғылыми тексеру өткізіпті. Сонда адамның ойлау қабілеті, оның дамуы, оны тұрақты түрде не нәрсе мидың қай нүктелері зерттейді екен, қандай нүктелер қосу арқылы соған әсер етеді екен деп зерттесе, арнайы бір сол ойлау қабілетін дамытатын нақты жүйелі бір орталық болады екен. Бірақ ол орталық міндетті түрде 20 минут жұмыс жасап, қайтадан үзіліп, қайта жасап тұрмаса, 20 минут толыққанды жұмыс жасамайтын болса, ол дамымай қалады екен. Ал енді қазіргі жоғарыда статистикаңызды қарайтын болсақ, адам баласы 24 сағатының 8-9 сағатын, тіпті 10 сағатын ұйқымен өткізсе, оның 3-4 сағатын тамақ басқаға десек, тіпті әжетханаға барғанда да телефонмен баратын азаматтарымыз бар. Тіпті тамақ ішіп отырып та не ішіп не жегенін білмей, сол телефонның басында, компьютердің немесе планшеттің қасында отырып тамақ ішетіндеріміз бар. Бұлардың егер таза бір күндік отыратын уақытын салыстырып ғалымдарымыз айтады, 80%, 70% уақытын телефон барысында өткізуі ол кісілердің ойлау қабілетін тоқтатуын алып келеді екен. Бұның себебінен әсіресе бұл жас өспірім азаматтарымызға қатты әсерінен ертең ол адам өзінің ми концентрациясы, яғни өзінің бір ойды ұстап тұруы және соның барысында өзінің жүйке жүйесін дұрыс бағыттай білуі, яғни уақытылы ашулану, уақытылы күлу, уақытылы реакцияға келу әдістерін бәрін жоғалтқан әсерінен ойын басқара алмай, тіпті өзін тоқтата алмай, кейде күле салуы, өзін тоқтата алмай, жылай салуы, немесе қол салуға шейін баруы, тіпті мына өмірді сезінбеймін деп кетуіне себепкер болатындығын түсіндіріп, бұны қауіп ретінде айтады. Сондықтан бұны ойлау қабілетіне, ақыл жүйесіне, нерв және жүйке жүйесіне өте әсері ауыр екен. Адам психологиясы тікелей әсері бар дейсіз ғой. Енді осы тұрғыда жалпы қазір өзіңіз білесіз, әлеуметтік желідегі қысқа ақпараттар тез таралады, тез оқылымға ие болып жатыр. Жалпы осы қысқа ақпараттарда адамның психологиясына қалай әсер етеді? Психологияда адам миы қысқа жеңіл нәрсені жақсы көретіндігі айтылады. Өйткені осы нейрофизиолог ғалымдарымызда мынандай сөз бар. Адамның миы осы бүкіл 100% берілген энергияның 20-25%-ын қолданады екен. Тыныш тұрғанның өзінде соншалықты қолданса, ол егер жұмыс жасайтын болса, одан көпті талап ете бастайды. Сондықтан ең қарапайым тұжырымдар, ең қарапайым қысқа мәліметтер адамға қорыту жеңіл, қолдану жеңіл болған үшін ол мидың өз-өзін сақтау талабы ғана. Бірақ бұл адамды дамытпайды. Оның пайдасы мен зиянын айтқым келеді. Психологияда оны қабылдау жеңіл, оны қабылдау тез және жұғымды, ми оған энергия жұмсамайды және соны жақсы көреді дегенменен әйтсе де бұл қысқа хабарлар адамды дамытпайды екен. Адам баласы миын жұмсап, ойланып, сөздің артын бағуы, бұл оны дамуын, оның ой пікірінің, энергиясының дұрыс дамуын
қамтамасыз етеді. Сол үшін халықта өнер алды қызыл тіл дейтіні сол. Тіл сөйлеген кезде өнерлеп сөйлеу, оны қысқа қылып айтса да оның астында ойланатын астарымен сөйлеу, оны бір кішкентай ғана ойсыз бір ыртың жыртың қазіргі жастарымыздың көріп жүрген бір мәні жоқ қызықтары, мәні жоқ бір видеоларын көріп кейде қынжыласын. Сол айтқым келген нәрсе, қысқа ақпарат бір жағы оңтайлы, бір жағы жеңіл болғанменен, егер ол қысқа ақпарат өте қарапайым деңгейде жеткізілетін болса, адамды дамытпайды. Түсінікті. Жалпы енді осы қазір діни аудиторияны да бақылап қарап отырсақ, осы кейбір діни ақпараттар да, кейбір шындыққа жанаспайтын, немесе жаңа біреуге жала жабу, ғайбат сияқты ақпараттарда тарап жатады. Жалпы осы діни ақпарат тарату үшін жалпы адам қалай діни сауатты болу керек? Жалпы дін маман тарату керек пе міндетті түрде? Біздің осы дін туралы заңымыз біраз болды жаңарғанына. Сол жерде әдейі осы ақпарат мәселесі қозғалып өтілді. Ондағы нәрсе маман емес адамның дін тарқатуын дұрыс көрінмейді. Және әрбір тарқатушы адам егер сол жерде дұрыс емес болса да жауапкершілік мойнынан түспейтіндігі айтылады. Соның әсерінен кейбір бауырларымыз шынымен ақ дұрыс емес ақпаратты, видеоларды ойып, қиып, әр жерінен мағынасы, мәні өзгертіңкіреп тарқатқандығы үшін жауапқа тартылып атқандығы бар. Тіпті ол рұқсат етілген уағызшы болса да, тіпті рұқсат етілген сөздер болса да, кейде сондайды көріп жатамыз. Бұны айтқым келгендігі, діни емес маман адам арнайы сол видеоларды жасап айналысқандығы жақсы емес, оны түсінбейтін адам. Және оны алдыңызға неше түрлі діни пікірлер кесе, бірден мынау діни екен деп тарқата салуды қате пікір. Өйткені қазіргі кезде сол видеоларды өңдеп, дауыстарын өзгерту немесе қиып бір-біріне қосып басқа мағынада шығарып келмесіне кім кепіл? Және соны сіз тарқатушы болып, зиянын сіз татуыңызға кім кепіл? Бұлай қазақта айтқандай, айран ішкен құтылады, шелек жалаған тұтылады демекші, айранды біреу ішіп, таяғын сіз жеп жүрмеңіз деген келеді. Сол үшін діни ақпарат тарқатқан кезде міндетті түрде діни маман болғандығы, оны түсінетіндігі, ол өзіне жауап бере алатындығы болуы. Яғни сауатты болу керек дейсіз ғой. Жалпы енді және де мынау әлеуметтік желілерде біреудің ақпаратын ұрлау, немесе біреудікін көшіріп жариялау деген сынды дүниелерді көп байқап жатамыз. Жалпы бұл турасында дініміздің үкімдері қандай? Бір екі түрлі сөз айтсам деп едім ол пікірде. Біріншісі, мынандай қарапайым сөз бар, жаңалық деген еш нәрсе жоқ, ескілікті өзгеше қылып көрсету деген ой пікір бар. Екінші бір дүние, тағы бір халық арасында әсем тарқаған кітап, өзімде оқыдым, сондай өз керемет кітап, «Воруй как художник» деп айтады. Суретші сияқты ұрла деп айтады. Яғни ол пікірді ұрлайды, бірақ өзінің өзгерісін, өзінің дәмін қосып, өзгеше қылып шығарып беру. Енді біреудің ақпаратын немесе біреудің еңбегін тарқатуға келсек, егер дәлме-дәл көшіріп алып, біреудің еңбегін менікі деп тарқататын болса, ол қиянат болады дінімізде. Ал енді оның ішінде оны жаңартып, өзгеше дәм беретін болса, өзгеше рең беретін болса, немесе қолдау ретінде ғана жаңағыдай бұл ақпарат осындай деген мәлімет бар екен дейтін болса, онда тұрған зияны жоқ. Сол үшін айтқым келген нәрсе, егер сіздің еңбегіңіз дұрыс болмаған және сол біреудің еңбегін өзіңізге жауып алып жатсаңыз, әлбетте бұл адамилық жағынан да, біздің шариғатымыз жағынан да дұрыс қаралмайды. Ал енді сол бір қандай да бір мәлімет сіздің ойыңызды дамытып, ары қарай дамып тұрып, өзгеше бір туынды тудырсаңыз, немесе әлгі келген мәлімет сіздің қосарыңыз, аларыңыз болып, соны түзетіп, соған басқа рең беріп, өзіңізше сондай қылып шығарсаңыз, әлбетте ол дұрыс нәрсе. Әйтсе де ескертіп кеткен жөн деп ойлаймын. Мен бұл мәліметті осындай бір басқа бір кітаптардан, басқа бір жерлерден алдым да өзгертіп отырмын деп. Ал егер өзгертпей жасалған дүние болса, міндетті түрде сілтеме, міндетті түрде кітап болса да соны атын айтқан, бұл әдептілік болады. Өте жақсы, керемет. Енді қазір таңда енді жаңа әлеуметтік желінің зиянды тұсы көп деп айтып жатамыз ғой, сонымен бірге пайдалы тұстары да бар. Өзіңіз білесіз ғой, енді қазір әлеуметтік желіде біреулердің кәсібінің жүруіне, саудасының жүруіне де тікелей әсер етіп жатыр. Жалпы бұл турасында не айтасыз? Әлеуметтік желінің пайдалы жағы? Әлеуметтік желі қазіргі біріншіден пандемия кезінде қазіргі мынандай
бір қиын қыстау заманда өте керемет болды. Дүкендерге онлайн сату, тіпті бір шетелге бармай-ақ, мысалы мынау Қытайға, Түркияға бармай-ақ үйінде отырып сол жерден тауар алдырып, одан кейін өзінің интернет дүкеніне қойып, дәл солай сатуы, бұл егер соны меңгере алған адам болса, бұл керемет өнер. Әлбетте халықта сөз бар ғой, заманың түлкі боп шалса, түлкі боп қашса, тазы боп шал дегендей. Сондықтан ол заманнан қалыс қалу дұрыс емес деп ойлаймын. Заман талабы деген сөз. Бұл әлеуметтік желінің пайдалы тұстарының бірі, әлбетте үйде отырып-ақ арнайы бір жерге шығып, жаңа нетворкинг деп айтамыз, енді сөзбен адамдарды ауызба ауыз жолығып шақырмай-ақ, интернетте отырып, сол интернет жүйелерін қолдану арқылы адамдарға реклама, таргетинг және соған ұқсайтын басқа әдістер арқылы, воронкалар арқылы өзінің продукциясын дейді ғой, өзінің бір сататын дүниесін сатуы немесе бір мәліметін жеткізуі, бұл соны дұрыс қолдана білу, бұл жақсы нәрсе. Әлбетте әдепті сақтай білу. Енді қазір әлеуметтік желіні ашып қалсаңыз, неше түрлі суреттер, неше түрлі видеолар, жаңа ашық-шашық видеолар мен суреттер тарап жатады. Енді бұл тұрғысында жалпы осы көзді тыю, күнәдан тыюдың жалпы маңыздылығы қандай? Бұл турасында жалпы әлеуметтік желіні қалай дұрыс қолдана білу керек бұл турасында? Мынау сөз бар. Бұрын айтатын еді ғой, сенің досың қандай болса, қандай екенін айт, мен сенің кім екеніңді айтамын деп. Дәл сол сияқты қазіргі психолог ғалымдарымыз да айтады. Осы қазіргі кездегі сіздің қолданып жатқан информацияңыз, сіздің оқып жатқан кітабыңыз, сіздің көріп жатқан киноларыңыз, сіздің түртіп жатқан мақалаларыңыз, соның барлығы сіздің кім екеніңізді көрсетеді дейді. Сол үшін айтатыным, расында да кейбір бауырларымыз осы әлеуметтік желіге кірген кезде оны бір демалыс ретінде қолданады, бірақ дұрыс демала алмайды. Дұрыс демала алмау дегені өзіне, мына дүниесіне де, арғы дүниесіне пайдасыз нәрсені шығуы, тіпті дамытпайтын нәрселер шығу арқылы демалдым деп ойлайды. Қазіргі кезде адамдар көп шаршайды, байқасаңыз. Бірақ бұл бұрынғы кезден айырмашылығы, бұрынғы кезде адамдар қара жұмыс істейтін. Сол қара жұмыстың демалуын адам мидан алатын. Сол үшін теледидардың алдында отырып кино көру оған демалыс болатын. Театрға бару, немесе бір кинотеатрға барып кино тамашалау, бұл шынымен демалыс. Ал қазіргі кезде мынандай әлеуметтік халықтың арасында информациялық бір заман кезінде информация қазір соншалықты көп, адам өзіне керек емес информацияны да өзіне тарта беретін болып қалған. Мүмкін керек болар деп. Сол арқылы өзінің миына неше түрлі қоқыс жинап алғаннан, енді кешке келіп демалам деп тағы қоқыстың арасына жатады. Бұл миды демалдыру емес, бәлки миды шаршату. Одан гөрі қазір керісінше, бұрын айтушы еді ғой, асық ойнаған азар, доп ойнаған тозар деп. Қазір керісінше айтамыз, доп ойнаңыз, асық ойнаңыз, таза ауаға шығыңыз, әлеуметтік желіден шеттеңіз дегім келеді. Ал енді көптеген информация болса, біліп алыңыз. Мәшһүр Жүсіп атамыз айтпақшы, ғылым білімнің де пайдасызы да бар, зәру емесі де бар демекші. Шынымен ақ зәру болған, сіздің мына дүниеңізге де, арғы дүниеңізге де керек мәліметті уақытына қойып, дұрыстап бағасын берсеңіз және уақытылы істесеңіз, ешқайсысынан қалмайсыз. Ал енді сізге қатты қажет емес нәрседен лажы барынша тыйылып, кішкентай ғана уақыт, орыс тілінде айтады ғой, делу время, потехи час деп айтады. Бір ойын күлкіге бір кішкентай ғана уақыт беріп, негізі екі дүниенің пайдасына жұмыс жасағанымыз абзалырақ болады. Өте жақсы. Енді мына қоғамда естіп жатамыз, жалпы әлеуметтік желіде енді әркім өзінің кейбіреулер отбасын, бала шағасын жариялап жатады ғой. Содан көз тию деген мәселе, яғни әлеуметтік желі арқылы да көз тиеді деп жатырмыз. Жалпы бұл қаншалықты рас? Әлеуметтік желінің, расында да осындай бір дүниесі бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадис бар. Бір қабірстанға келіп, сол жердегі қабірлерге қолымен нұсқап тұрып, мына жердегі жатқан адамның жартысынан көбі көзбен кетті деп айтқан екен. Яғни көп ер азаматтарымыз, мысалы, көптеген жақсы кісілеріміздің көпшілігіне осы көз тиюдің бар екендігі, оның өмірге әсер ететіндігі осы бір пайғамбардың сөзінен түсіне аламыз. Ендеше білетініміз
ұлдарыңызды, қыздарыңызды сонда жұртқа бір мақтан келіш үшін бір жариялауы, мысалы қазір жейтін тамағымызға шейін суретке түсіріп жейтін болдық дегендей ғой. Жаңағы жұрттың барлығы бірінші тамақ жеуден бұрын оны суретке түсіреді. Дәл сол сияқты ұл қызының бір қандай да бір қуанышы болса, қуанышымен бөлісем деп ойлап суретке түсіреді, оның артынан көз барын, оның артынан жаман осындай бір келеңсіз жағдайға душар болып қалуын есептемейді. Ал шариғатымыз оны ескертіп айтады, көз тию бар және оны сақтану керек дейді. Оған дәлел, мысалы, Жүсіп сүресінде бір сол Жүсіптің әкесі Жақып пайғамбардың 12 ұлы болады. Сол 11 ұлын өзі бөлек 11 ұлы болады. Жаңа 12-шісі Биньямин деген болады, 13-шісі Жүсіп қой. Жүсіп жоғалып кетті дегесін 12 ұлым бар деп айтатын. Сонда сол 11 ұлы жаңа 12-ші ұлын тартып барлығы толығыменен жаңа Жүсіп пайғамбардың алдына шақыртуымен бара жатқан кезінде Жақып пайғамбар айтады, барлығың әртүрлі дарбазадан кіріңдер әлгі қамалға. Бір дарбазадан, яғни бір есіктен кірмеңіздер деп насихат жасайды. Сөйтіп, мен сендерді сақтағаным деп оны түсіндіреді. Ғалымдарымыз осы Құранның тәфсірін түсіндіргенде айтады, көз тимес үшін бүкіл ұлы сақырлаған 12 ұл бір адамның, мысалы, бір есіктен кіріп қатар-қатар бой түзеп тұру, қандай енді көркем бір жағы, көз тартарлық дүние болған үшін пайғамбардың өзі, Жақып деген пайғамбардың өзі осылай деп дұрыстап айтып кетеді. Яғни бір есіктен кірмей, жан жақтағы есіктен бөлініп кіріңдер деп насихаттайды. Осы нәрсені ғалымдарымыз көз тиюден сақтаған деп айтады. Сол үшін әлеуметтік желілерде өзіміздің балаларымыздың суретін, ұл қыздарымыздың немесе әйеліміздің сұлулықтарын көрсетіп қойғанымыз жақсы болмайды. Түсінікті. Бүгін енді осы әлеуметтік желідегі әдеп мәселесі төңірегінде бір жақсы сұхбат өтіп жатыр деген ойдамыз. Құрметті көрермен, егер біздің сұхбатымызды көре алмай қалсаңыздар, біздің барлық әлеуметтік желілерде жарияланатын болатынын айта кеткіміз келеді. Арман мырза, енді жалпы өзіңіз де білетін боларсыз, қазіргі таңда мына әлеуметтік желіде жалпы әсіресе көбіне жастар арасында мына қате сөздер мен жалпы орашолақ ойларға көп бой алдырып жатады. Мысалы, соның бірі, мысалы, онлайн эфирге шық, игнорға салып таста, жаңағы қанша подписчигің бар, немесе поделиться етсе деген сияқты сөздер көп қолданып жатады. Жалпы осы әлеуметтік желідегі тіл тазалығын қалай сақтаймыз? Сол жөнінде не айтасыз? Енді тіл тазалығы, қазақ тіліне біздің мысалы бір көркемсіз сөздердің кірі, оның қолданысқа дұрыс енбей қалып, қазіргі заманауи тілде мысалы лайк басу немесе соған ұқсас сөздердің кіріп кеткендігі бар. Енді филолог жағынан кезінде оқыдық араб тілін, сол жағынан айтатыным, тіл деген нәрсе өзі тірі дүние. Тіл өзге тілден немесе басқа жақтан осы бір заманауи технология жағы дамыған сайын тілде сол технологияны өзінің ішіне енгізіп, соған арнайы етістіктер, жұрнақтар, басқалар шығару арқылы өзіне қолданысқа енгізіп алмай, тіл дамымайды. Тіл тірі болғаннан кейін ол даму керек, ол тіршілік ету керек. Мысалы, араб тілінде бір сөзді алса, сол сөздің дамығандығын білдіру ниетінде сол сөзге етістік шығарады. Сол сөздің етістігі болады. Мысалы, телефон деген арабтың сөзі емес негізі. Бірақ арабтар маған телефон соқ деп айтпайды, телефонда деп айтады. Яғни етістік ретінде қолданады. Мен саған телефондаймын, сен маған телефонда. Ол саған телефондасын деген мағыналай айтып жатырмын енді. Осындай ретте сөз қолданады. Бұл кәдімгі телефондау деген етістік шығып кеткен. Оны қолданады. Түрлі жаққа салып, түрлендіріп қолданады. Ал енді біздің қазақ тілінде де қазір жаңа сөздер кіріп жатыр. Әйтсе де көп жастарымыз сол сөзді кейде бір ерсі қолданып жатады. Біздің әлеуметтік желілерде мүлде қазаққа мүлде қолданылмайтын, олай қолдану мүмкін емес болған жаңа кіртпе сөздер кіріп кеткен. Расында да бұл біздің тіліміз, оған көңіл бөлмей, осылай маған мобильный заман, яғни өте жеңіл заман болды, бола береді деп айтқан адамдарға мен бір айтатын ақылым бар еді. Ол, құрметті бауыр, тіл бұл сіздің ойыңыздың қамшысы. Қазақ тілінде сөйтіп айтады, ойдың қамшысы тіл дейді. Яғни сіз не сөйлеп жатсыз, ішіңізде соны ойлап жатсыз. Ал енді психологияда айтады, сенің ойың ол сенсің дейді.
Сенің ойыңды өзгертсең, өмірің өзгереді. Ойыңды өзгертсең, бәрін өзгертесің. Ойың өзгермесе, еш нәрсең өзгермейді дейді. Оны Құранда да айтады. Сен ішкі жан дүниеңді өзгертпей, сенің шарт шарайтың, яғни сырттағы бүкіл тіршілігің өзгермейді деген Құранда аят тұр. Ендеше, құрметті бауырлар, егер сіз ішкі жан дүниеңізді қазіргі тіліңіздің шұбарлығына қарай дәл шұбар десеңіз, онда сіздің жан дүниеңізде дәл сондай шұбар. Сол ішкі ойыңызды, пікіріңізді өзгерту үшін міндетті түрде көркем сөйлей білу, бай, кең сөйлей білуді үйреніңіз. Сол сөйлеген сайын сіздің ой пікіріңіз, көкжиегіңіз артады. Оған дәлелім психолог ғалымдарымыз айтады. Кім қанша тіл білсе, сонша ойы бар адам дейді. Яғни бір адам қазақша білсе, ол қазақша ойлау әдісін біледі. Енді ол орысша білсе, сол сөзді енді ол орысша ойлау әдісін біледі. Өйткені тілменен бірге ол тілдің мәдениеті кіреді. Ол тілдің ойлау бір әдістері кіреді. Сондықтан сіз қанша тіл білген сайын, сонша мәдениет білесіз, сонша көзқарас білесіз. Ендеше бір тілді игеру, бір тілді меңгеру толыққанды, және маман болмасаңыз да сол тілді барынша кең игеруге әрекет жасасаңыз, сіздің жүрегіңізді байытады. Қазіргі ғалымдарымыз сол үшін айтады, егер демалғың келсе, немесе миыңды өзіңді дамытқың келсе, тіл үйрен дейді. Сол үшін айтатыным, қазіргі жастарға насихатым, қазақтың тілін шұбарламай, сөйлейсіз бе орысша, таза, ағылшынша, таза, қазақша, таза сөйлеңіз. Бұл сіздің мәдениетіңіз, бұл сіздің дамығандығыңыз, бұл сіздің ішіңіздің, жан дүниеңіздің қандай екендігін көрсететін жұрнақ белгі. Ал енді тілге көңіл бөлмеу, ол ойға көңіл бөлмеу. Және арғарай да кетеді. Ойға көңіл бөлмесеңіз, онда сіз өміріңізге де мән мағына бермей, мақсат қоймай өмір сүрген жансыз. Бәрекелді, өте жақсы, керемет. Енді жалпы осы орайда адам бір өзінің ішкі рухани болмысын дамыту үшін жалпы кітап оқудың маңыздылығы зор екенін айтылады. Жалпы осы тұрғыда қандай кітаптар оқуға жалпы кеңес бересіз көрермендерге? Әлбетте, қазір жастар кітап оқымайды. Өте қиын. Мен енді оны өзім көп байқап жүрмін. Бірақ әйтсе де, менің тыңдарманның көпшілігімен мен аралассам, маған қандай кітап оқуға насихат бересіз деген сұрақтарды жиі тыңдап жүрмін соңғы кездері. Сол менің жүрегіме бір қандайды бір қуаныш, жылу сыйлайды. Бұл дегені біздің біраз жастарымыз әлі де кітапқа деген құмарлығы бар екендігі. Ендеше айтатыным, бұл дүние информациядан тұрады. Қазіргі біздің өмір сүріп жатқан уақытымыз, заманымыз. Бұл өте көп заман. Кітаптың бәрін таусу мүмкін емес. Информацияның бәрін біліп болу мүмкін емес. Бәлки сізге айтатыным, ғылым, білім екіге бөлінеді. Пайғамбарымыз әуелі айтып кеткен дұғасы бар. Аллахым, бізге пайдалы білім бер деп сұраңдар деген пайғамбардың өсиеттері бар. Соған ұқсайтын сөздер бар. Айлмун нафия деп айтады, пайдалы білім. Ендеше білім пайдалы және пайдасыз болғандай, информация пайдалы, пайдасыз болады. Оны қайдан білеміз десе, сіздің дүниеңізге, ақыретіңізге қатысы жоқ информация, қатысы жоқ дүние, сіздің өміріңізді оған арнауға ақысы жоқ нәрсе. Сол үшін жастарға кеңес беретінім, сізге қандай кітаптар оқу керегін білмей жүрсеңіз, бірнеше нүкте қойыңыз. Біріншіден, сізге не керегін біліңіз. Сізге керек нәрсе, мысал айтайық, мен бизнес жасайын дедім, онда бизнес туралы кітаптар. Бизнеске қатысы бар, тайм менеджмент, энерго менеджмент, инвестиция, және соған ұқсайтын басқа да нақты бірнеше ғана пәндер туралы айтылған нүктелер. Одан бөлек, егер сіз жаңағыдай сол жерде сөйлеуге керек болса, онда тіл ұстартуға керек дүниелер. Мысалы, біздің қазақтың әдебиеттері, әртүрлі очерктер, әртүрлі уақиғасы бар приключения кітаптары, шытырман уақиғалар кітаптар. Бұның барлығы адамның ойын дамытады. Кітаптың бір пайдасы адамның концентрациясын, яғни ойын жинап, бір жерде ұстай білуді үйретеді. Көп адамдар тіпті маған айтады, молдеке, намаз оқығанда ойын жинай алмайын дейді. Ендеше ол адам кітап оқи алмайтын адам. Кітап оқығанда ойын жинай алатын еді. Өйткені кітап оқу үшін бір мағынадан шықпай сол кітапты қуалап отырып оқуға тура келеді.
Көп адамдар 10 минут, 5 минуттан артық кітап оқи алмайтындығы содан ой жинауды үйренбеген. Ал соны үйрететін нәрсе ол кітап. Сондықтан насихат қылатыным, ой жинау үшін, жай жаттығу үшін оқысаңыз, онда шытырман оқиғаларды оқыңыз, ішіне кіріп кетесіз, шыға алмайсыз. Екінші нәрсе ол сізге тіл ұстарту береді. Сондықтан тіл ұстарту сіздің тіл мәдениетіңіз, жүрегіңіздің кеңдігін көрсеткеннен кейін бірінші орында әлбетте Мұхтарды, Есенберлинді насихат қылар едім. Екінші нәрсе, дін мәселесінде келсек, діни кітаптар қазіргі кезде екіге бөлінеді. Діни әдеби және діни ғылыми болып. Ғылыми кітаптар өте аз шығуда, ол ғылыми кітаптарды ұстазбен оқуға насихат қылам, дінді. Ал енді діни әдеби кітаптар болса, әртүрлі мағынада шыққан әдеби кітаптар бар. Абу Ханифаның өзінің өмірбаяны, пайғамбар өмірбаяны, ананың көзқарасы, мынаның көзқарасы дегендей, не дейді, уағыздар бақшасы деген сияқты мағыналай көп кітаптар. Бұның барлығын діни әдебиет деп түсініңіз. Бұлардан ешқандай дәлел алынбайды. Бұл сізді дамыту үшін, көзқарас пайда қылу үшін қолданылатын дүние. Ал енді шын діни нақты ғылым білім керек болса, ол міндетті түрде ұстаздан оқылатын дүние және ұстазбен оқылатын арнайы кітаптар бар. Соларға уақыт бөліп, соларды қарау керек. Қорытып айтатыным, сізге, дүниеңізге, ақыретіңізге керек, өзіңіз дамытуға керек кітаптарды біліңіз және мақсат қойып, сол мақсатқа жараса ғана кітап оқыңыз. Егер кітап ойналысумен айналыссаңыз, кемінде күніне бар жоқ 40 минуттан уақыт бөлсеңіз, бір жылдың ішінде 50-ге жуық кітап оқуға болады. Бәрекелді. Өте керемет. Жалпы өзіңіз осы әдісті қолданып жүрсіз ғой? Әрине, мен бір жылдың ішінде 50 деген аздық қылатын шығар, бір 100-дің үстінде 100-ге жуық кітап оқимын. Бәрекелді, өте жақсы. Біздің көрермендерге бір керекті кеңестердің бірі деп ойлаймын. Арман мырза, енді жалпы қазір білеміз, өзіңіз осы адам психологиясына қатысты жалпы жаңа ғана айтып кеткендей рухани болмысын байытуға қатысты көптеген семинар тренингтер өткізіп жүрсіз. Жалпы осы жерде жаңа біз айтып отқан мәселелер, жалпы адамның ішкі рухани жан дүниесінің баюына, жаңа осы әдеп мәселесі, әлеуметтік желідегі әдеп мәселесін кеңірек насихаттауға арналған қандай дүниелер бар сіздің осы жасап жүрген істеріңізде? Мен осы пандемиядан бұрын өміріңді өзгерт деген офлайн, яғни қадімгі кездесуменен тренинг бастадым. Сол жерде адам өміріндегі бүкіл эмоциялық, интеллектуалдық, физикалық даму жүйелерінің барлығына ереже қойып үйреткен тренингім бар. Әлбетте бұл өмірдегі баланс, яғни үйлесімділікті жүйелі түрде дамуды үйрететін тренинг еді. Алматыда өтті, 600-ға жуық адам қатысты, өте жақсы бағалады. Келесі тренингімді Астанада белгілеген кезде мынадай бір жағдай басталып кетті, пандемия. Одан кейін Атырауда өтем, Шымкентте өтем деген бір 3 қаламыз қалып кетті. Енді мына нәрсе бітсе өтем деген ниетім бар. Одан бөлек қазір енді бекер отырмайық деп онлайн түрде тренинг өткізіп жүрмін. Соның ең алғашқысы стресс проблема емес деген тренинг. Әлбетте ол стресс осы қазір онлайн интернет жүйелерінен көп адамдар стресс алып жатқандығы, өзінің онымен күресе білуі, әртүрлі информациялық жүйелерді дұрыс саралай білуі туралы өтілген тақырыптар. Соның ішіне неше түрлі керемет шама жеткенше инструменттер, яғни қолданбалы құралдар бердім. Одан кейін қалаған мақсатыңа жет деген тренинг өткіздім. Ол жердегі үлкен жаңағыдегі барлық адам мақсатпенен арман ажырата білу, сол жердегі дұрыс арман қойып, соған жете білу, ешқашан талмау деген мағынада жастарымызға қолдау берейінші, арманнан талмасын және қуат берейінші деп сондай бір жолдарын көрсету мағынасында тренинг. Енді алдымыздағы осы Атырау қаласынан өткеннен кейін осы іс-сапарымыз біткесін әлбетте тағы тренингке реклама берем деп отырмын, жарнама берем деп. Ол өз әдетіңді өзің басқар деген нәрсе, яғни қалаған әдетті алып тастау, қалаған әдетті өзіңіздің өміріңізге қосу арқылы өміріңізді мәнді, сәнді қылу әдістері. Әлбетте соның үшін әлеуметтік желілер кіреді, өйткені көп адамдар телефоннан айырламайтын жаман әдетке айналдым дейді. Бір адамдар информацияны оқымасам тұра алмайын деген әдеттер бар. Сол әдетті қалай алып тастау, және немесе керісінше кітап оқу деген бір жақсы әдетті өзіме албасам, немесе намаз оқуды дұрыс емес көтере алмай жүрмін, намазым кейде қаза болып жүр, сол әдетті қалай үйренсем, немесе таңертең жүгірсем деймін, немесе спортпен айналыссам деймін, сол әдеттерді қалай үйренсем,
шылым тастасам дейді, жаман әдеттен қалай айырылсам десе, сол кісілерге арналған тренинг. Бәрекелді. Енді бұл соңғы сауалдардың бірі болсын. Жалпы бұл ой, бұл идея сізге қалай келді? Және халықтың сұранысы, ықыласы қалай? Бұған осыдан бір 4 жыл бұрын Астанада бір уағыз қылып жүргенімде бір ой келді. Өйткені байқасам, осы уағыздың әдісін өзгертуге тура келетін сияқты болып көрінді. Өйткені бір адам енді бір белгілі бір дәрежеге жеткеннен кейін жаңарғанды қалайды ғой. Қарасам, енді бір уағыз айтушы жастарымыз енді келіп жатыр. Соларға енді былай айтқанда, олардың уағыздарын тыңдап көрем, былай жаңалық беріп атқан, жаңашыл, жаңа тақырып емес тек қана, жаңа әдіспенен уағыз айтушы, әдістерін бүкіл қолданушыларды өте аз көрдім. Соның себебінен заманауи әдіс қолдансам екен дедім. Әсіресе сол кезде менің ойымды TED деген қазіргі кезде өте қатты тренд болып кетті. Қазақ TED, орыс TED дегендер шығып кетті, Ресейдің TED-тері шығып кетті. Ал енді үлкен ағылшынша TED бағдарламасы менің ойымды қозғауға сол нәрсе себеп болды. Өйткені бір мысал айтайық, атом физикасымен айналысатын профессор. Ойлаңызшы, ол енді бір аудиторияда ғана өмір сүретін адам, лаборатория екеуінің ішінде ғана. Оны сізбенен біз қарапайым халық оны тыңдай алмаймыз ана кісінің әңгімесін. Егер отырып алып тұрып жаңағыдай өзінің атом физикасын, оның ішіндегі немесе квантовый әлем туралы сөйлеп кетсе, сізбен біз ана жерде ұйықтаймыз. Ал енді TED деген бағдарлама сондай ғалымдардың айтарым бар деген адамдардың халыққа сол ғылыми тұжырымын халыққа оң қылып, жеп-жеңіл қылып, сол жердегі талғамастан отырған көпшілікке жеткізуді үйрететін әдіс. Ол жерде жылына бір-ақ рет отырыс болады, сол бір жылға бір адам бір-ақ рет дайындалады. Бір жыл бойы дайындалады. Сол бар жоғы 30 минуттық, 1 сағаттық өзінің айтатын сөзін бір жыл дайындайды екен. Және сол отырыстағы адам қарапайым жүргізуші, немесе мықты басқа саланың ғалымы, мықты профессор, мүмкін қарапайым медик, мүмкін басқа адамдар болады. Түр-түрлі сан-санаттан келген адамдар келіп отырады, әлгі ғалым адамның айтпағын тыңдайды. Міне сол адам сол жерде сол кісілерге шоу ретінде күлдіре біліп, жылата біліп, уақиғасын айта біліп, сол ғылыми тұжырымын құйып беруді үйретеді екен. Бұл жаңа әдіс. Біздің дінімізді неге осылай жеткізбеске деп ойладым да, уағыз барысын осылай өзгертуге әрекет жасап жатқанда, осы замандағы басқа да мынау халықтың тек қана дін мағынасында емес, діннен бөлек дамып атқан елдерді көзіме түсті. Міне соның себебінен психология оқыдым, соның себебінен коучинг оқыдым, соның себептерінен тіпті сол канадалық үлкен ғалымдардың жаңағыдегі сон сабақтарына қатыстым. Сол әсер алып осы нәрселерден енді халыққа басқа жағынан, яғни психология жағынан да, ол жердегі отырыстарда дін мүлде қамтымайды. Таза жастардың қазақы, пайдалы, сапалы дамуын, өмірдегі бүкіл нәрсесін дұрыс дами білуін мақсат тұттым. Бұл жерде тек дін қамтымайды. Дін мәселесі мүлде қолданылмайды ол жерде. Тек сұрақ ретінде кесе ғана жауап берем дін маманы ретінде. Болмаса, ол жерде тек қана сол тренинг сөздері ғой. Ал енді уағыздарыма әлбетте сол тренингтен алған нәрселерімді, басқа нәрсені кіргізуге әрекет қылып жүрмін. Сондықтан осындай бір екі бағытта жұмыс жасап жатырмын. Яғни бір бағыт діни маман ретінде, екінші бағыт мүлде дін маманы ретінде емес, оны мүлде алып тастадым да, тренинг, яғни лайф тренинг деп айтады, яғни өмірдегі жүріс-тұрыс заңдылықтарын халыққа психологиялық тұрғыдан үйрету мамандығы ретінде қолданып жүрмін. Мақсатым ол жердегі халыққа, осы жастарымызға өмірін сапалы қылып өткізуді үйрету. Жаңашылдық дейсіз ғой. Иә. Өте жақсы, керемет, Арман мырза. Енді біздің жарты сағатқа жуық осы уақытымызға, сұхбатымызға келіп, уақыт бөліп, өзіңіздің ой пікіріңізбен бөлісіп, таңылымды, тұшымды әңгімелер айтқаныңызға алғыс білдіреміз. Енді сұхбатымыздың соңында осы бізді көріп отырған көрермендерге айтар тілегіңіз болса. Айтар тілегім, қазіргі кездегі көп адамдардың арасында сондай бір нәрселер белең алып жүр. Соның біреуі спорт залға барып фитнес жасаңыз. Неге десе,
денсаулық күтім деген салауатты өмір салты. Соған ұқсайтын бірнеше жаңа салауаттылықты насихаттайтын компаниялар бар. Happy Line дейді, Гербалайф дейді, соған ұқсайтын басқа да жаңағыдегі неше түрлі компаниялар салауатты өмір салтын насихаттап жатыр. Бұл халықтың арасына тарқауда. Сол үшін халықтың ішінде тіпті қазір тамақ жегенде де диеталы тамақ бар ма деп айтатындар шығып жүр. Неге десе, бұл денсаулыққа былай екен деп айтатын. Енді дәл осы мағынада мен халыққа айтатын нәрсем, информациялық диетада ұстануға шақырамын. Яғни мына жерде дүниеде ақпарат өте көп, бірақ сол ақпараттың бәрін жей беру, соқыр тауыққа бәрі жем деп жеу, қоқыстың ішінде жүріп, қалаған емес, қаламаған нәрсені де бәрін жей беру болып саналады. Бұл сіздің өміріңізді де, санаңызды да, екі дүниеңізде бұзуға алып бару ықтималы бар. Сондықтан сізді, өзімді ескертетінім, құрметті бауырлар, ақпараттық диета ұстаныңыз. Қайдан алатыныңыз, қайда баратыныңыз, мақсатыңызға қарай ғана ақпарат алыңыз. Себебі бұрынғы кезде эрудиция деген, яғни барлық нәрсенің хабар бар болу, энциклопедия оқып, жаттап алып, тақылдап айтып тұру мода болатын жастарда. Ол енді 70-ші жылдары қатты кетті, одан кейін мынау 80-90 жылдары мода болды, ортада тоқырау болды. Бірақ сол кезде мен өз басым білем, Совет үкіметінде оқыдық, жаңағыдегі энциклопедияны алып, бір парақтан екінші параққа шейін толығымен жаттап, тақылдап айтып бергенді жақсы көретінбіз. Мынандай деген балықтың аты бар, мынандай деген елдің астанасы бар, түген деген халық тұрады, пәлен деген тіл бар деп. Ал енді қазір қарасаңыз, ол информацияның көпшілігі бізге керек емес. Және өміріме, менің салт дәстүріме, салтыма, өмір салтыма керек емес мәліметтерді алып тастауға әрекет жасаудамыз. Сол үшін айтатын құрметті бауырлар, өзіңізге керек емес дүниеден гөрі пайдалы білім. Екі дүниеңізге пайда. Мына дүниеңізге де, арғы дүниеңізге де болған пайдалы нәрсемен ғана айналысыңыз. Өмір қамшының сабындай қысқа нәрсе, уақыт қымбат дүние, өміріміз қайтып келмейтін нәрсе. Сол үшін осы істі бомағыр қоқысқа айналдырмаңыз. Бәлки анау көретін мәнсіз қалжыңдарды тастап, мәні бар кітап, дұрыс пайдалы нәрсе алыңыз. Көп адамдар ойлайды, ішім пісіп кетеді ондай нәрсені оқып деп. Бұл сол ақпаратты, информацияны дұрыс ала алмау. Егер сіз шынымен-ақ не маған рахат береді деп сұрақ қойып, соның тізімін жазып, сол рахат беретін мәселелерді дамытсаңыз, сол туралы видео көру, сол туралы ақпаратты кітаптар оқу сізге энергия сыйлайды. Сол үшін өміріңізге деген күш-қуат алатын тағы бір орталық көзін табасыз. Құрметті бауыр, ақпараттық диета дегеніміз бұл аш жүру, және сол аштан дым дамымай құлау емес, бәлки пайдалы ақпараттарды жинай отыра, алға қарай тез-тез адымдап даму екен. Соны ұмытпасаңыздар. Көп рахмет, өте жақсы. Сұхбат бергеніңізге алғыс білдіреміз. Алла тағала осы жасап жүрген істеріңізді берекелі, қайырлы етсін деп тілек білдіргіміз келеді. Көп рахмет сізге. Қымбатты көрермен, осымен бүгінгі біздің хабарымыз аяқталды. Бағдарламамыздың келесі санында жүздескенше аман сау болыңыздар.